Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жаңға қосылып жасалған эскимо пирожныйын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бисквитін дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызға қант қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Яғни көлемі ұлғайғанша миксерлейміз. Сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Бөлек ыдысқа ұнымызды, какао ұнтағын және де разрыхлителді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы құрғақ массаны жұмыртқа массасына 3 бөліп қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің массамыз осындай болуы қажет. Енді осы массамызды пергамент қағаз төселген формамызға құйып, 180 градуста ысып тұрған пешке 20 минутқа салып пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Кремге бізге қажет творожный сыр, сливки және де қант ұнтағы. Бәрін жақсылап миксерлейміз. Міне осындай крем шықты. Енді дайын болған бисквитімізді осылай майдалап ұсақтап аламыз. Үстіне өзіміз дайындаған кремді қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған қоспаның үстіне орехымызды көбірек етіп қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді арнайы эскимо жасайтын формамызды алып, үстіне дайын массамызды қолымызбен салып тегістеп шығамыз. Міне салып алдық. Дайын пирожниларымызды енді морозильникке 1 сағатқа салып аламыз. Міне пирожниларымызды алып, енді сыртын шоколадпен әсемдейміз. Жартысын мен қара шоколадпен, ал жартысын ақ шоколадпен әсемдедім. Яғни темный шоколадты су буында ертіп, үстіне осылай құйып шығамыз. Ал мынау ақ натуральный бельгийский шоколад, бұны да дәл солай ертіп, үстіне толық шоколадпен жауып шығамыз. Пирожниларымыздың сыртын енді өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен шоколадпен осылай узор салып, және де үстеріне әртүрлі посыпкаларды сеуіп шықтым. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, құрамы қолжетімді. Ұнаса лайк басып пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.